Достар, біздер Саянур VIP сервис компаниясының көкөніс сақтау қоймасындамыз. Бұл нысан 7000 тонна көкөніс сақтауға арналған. Бұл жердің бір ерекшелігі Астананың іргесінде, Орда базардың дәл жанында орналасқан, және тағы бір ең басты ерекшелік, мұнда көкөністі өздері өсіреді, өздері тасымалдайды, өздері сақтайды және өздері саудаға шығарады. Яғни өндірістің толық циклі осы жерде қамтылған есептеледі. Достар, бұл қойманың тағы бір ерекшелігі оның Астананың іргесінде тұрғандығы ғана емес, сондай-ақ онда голландық технологияның қолданылатындығы, яғни жеміс-жидектер сақтауға мүмкіндік беретін қондырғылардың барлығы Нидерланды мемлекетінен арнайы әкелінген. Бәрі ауыл жігіттері тепсе ауыл адамдары қолын ұстап қалған жақсы болады. Сіз келеді дегеннен бәрі ынта қылып, осы бастарын қосып жиналып отыр. Рахмет көп жігіттер. Гүлденсе ауыл, гүлденеді еліміз. Басқаша болмайды Қазақстанда. Сақталу бәрі жәшікпен сақтаймыз. Жапонның темаға сақтап, жел үстінен береді. Бір 8 салмағы қанша? Үлкендерінде 1800, кішілерде 900. Ашып қойды, системасы осындай. Ал дәл қазір достар, қоймаға парламент мәжілісінің депутаты, ауыл партиясының төрағасы Серік Егізбаев мырза бастаған мәртебелі меймандар қонаққа келіп жатыр. Бұл да ауыл партиясының еліміздің агросектор саласына қала берді. Астананың азық-түлік қауіпсіздігіне үлкен көңіл бөліп отырғандығының белгісі міне дәл қазір қойма жұмыскерлерінің және компания жетекшісі Қайырлы Таукен мырзамен кездесу өтіп жатыр. партиясының 25 жылдық мерекелік медалімен сіздердің басшыларыңыз Таукен Қайырлы Кеңесбекұлын марапаттаймыз.